Сәлем баршаңызға. Дертке шипа арнасына қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер достар. Бүгін қарбыздың адам ағзасына пайдасы жайлы ақпарат беріледі. Қарбыз темірге бай. Қаназдық анемия кезінде де пайдасы көп. Сонымен қатар адам бойындағы артық холестеринді шығаруға, атеросклероз ауруына да көмектеседі. Дәрігерлер жаз айында подагра, артрит, қант диабеті ауруларымен ауыратындардың ас мәзіріне қарбызды қосуды ұсынады. Қарбыздың пайдасы. Калориясыз, тәтті қарбыздың ағзаға тигізер пайдасы көп. Диетологтар қарбызды құнды диеталық тағам ретінде ұсынады. Алайда күнде 2-3 күннен артық қолдануға болмайды. Қарбыздың емдік қасиетін туралы ең алғаш арабтар анықтаған. Олар тамақтың алдында қарбыз жеген адамның ағзасы толығымен тазарады деп сенген. Медицина мамандары да қарбыздың аурудан айықтыратын қасиеті бар екенін дәлелдеген. Халық медицинасында қарбызды шемен мен сары ауруға қарсы қолданады. Қарбыздың дәндері, қабығы мен шырынды бөлігі дәрілік мақсатта қолданылады. Шырыны жаздың күні шөл басу үшін де пайдаланылады. Тәтті бөлігі мен шырынын есеп жүргізуге көмектеседі. Барлық адам сүйсіне жеп, жаз шыға салысымен сатып алуға асығатын қарбыздың 92% судан тұрады. Оның адам организмін тазалауда пайдасы орасан екен. Оның құрамына А6 дәрумен топтары кіреді. Сондай-ақ антиоксидант және аминокислота секілді пайдалы компоненттер бар. Ыстық күндері қарбыздың маңызы тіптен арта түседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, ең жоғарғы деңгейдегі дәрумендердің барлығы қарбызда екен. Әдетте мұндай жағдай тек қызыл көкөністерде, жеміс-жидектерде кездеседі екен. Сонымен қатар қарбызда ликопен компоненті бар. Оның жүрекке, сүйекке пайдасы өте зор. Қарбыз шырынның қасиеттерімен қанықтығы оны көптеген ауруларға ем болатын дәмді халықтық дәрі-дәрмек етті. Мысалы, ол атеросклероз, артрит, қияң және қант диабеті сынды ауруларды емдеуде үлкен көмек бола алады. Қан қысымы жоғары адамдарға және цистит, простатит сынды аурулардан зардап шегетін адамдарға қарбыз шырынын жиі ішу ұсынылады. Қарбыздың дәнінде де құнар бар. Өйткені ол нәрлі заттармен байытылған. Ішінде минералды тұз, темір және магний бар. Міне сіздерге қарбыздың пайдасы жайлы ақпарат берілді. Дендеріңіз сау болсын. Каналға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Қарбыз жаз бен күз мезгілінде әр отбасының дастарханынан табылатын дәмді жеміс. Оны ересектер де, балалар да ерекше жақсы көреді. Әр тілімін ауызға барған сайын бұл ірі жемістің құрамында қаншама пайдалы қасиеттер бар екенін біле бермейді. Қарбыз шырыны, жұмсағы, қабығы мен дәні халық медицинасы мен косметологияда кеңінен пайдаланылады. Қарбызды тағам ретінде де тұтынуға болады, одан шырын, шәрбат және бал жасауға болады. Және бұл тағамдарда көптеген дәрумендер мен микроэлементтер сақталады. Қарбыз шырыны несімен пайдалы? Қарбыз шырыны мен жұмсағы, дәрумендер мен фолий қышқылы, көп мөлшерде кальций, калий, магний, натрий, темір мен фосфорға бай. Қарбыз шырынның қасиеттерімен қанықтығы оны көптеген ауруларға ем болатын дәмді халықтық дәрі-дәрмек етті. Мысалы, ол атеросклероз, артрит, қияң және қант диабеті сынды ауруларды емдеуде үлкен көмек бола алады. Қан қысымы жоғары адамдарға және цистит, простатит сынды аурулардан зардап шегетін адамдарға қарбыз шырынын жиі ішу ұсынылады. Арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер.